Сәлеметсіздер ме, қымбатты телекөрермендер, ардақты ағайындар. Кезектегі қазақ тіліндегі дидар хабарымыз тағы да эфирде. Шаттығы шалқыған шаңырағыңызға құт береке тілеп, бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Қымбатты телекөрермендер, күні кеше ғана Ташкенттегі Низами атындағы мемлекеттік педагогикалық университетінде ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбаевтың шығармашылығына арналған мұражай ашылды. Қазір сіздердің назарларыңызға мұражай жайлы әңгіме айтамыз. Өзбекстан мен Қазақстан мемлекеттері арасындағы өзара достық және ынтымақтастық қарым-қатынастары жаңа басқышқа көтеріліп жатқан қазіргі күнде Абай Құнанбаев сияқты ұлы ғұламалардың мәңгілік мұрасы халықтарымыз үшін маңызы ерекше зор. Абай өзбек халқы жайлы өте жоғары баға береді. Мәселен, өзбектің екпеген егіні жоқ, саудагерлердің жүрмеген жері жоқ, өзара шаһары жауласпайды, қырмызылық, сыпайылық, баяздылық бәрі соларда. Біздің тіріміз түгелі өлгендеріміздің кебініне дейін солар жеткізіп беруде деп, өзбек халқына деген ыстық-ылбатын, құрметін ерекше тілге алып өтеді. Оның үстіне Абай Бабырдың шығармаларына, оның ішінде Бабырнама еңбегіне де айрықша мән беріп, өзінің қазақтың қайдан шыққан туралы бірер сөз деген мақаласында бұл жөнінде кеңінен тоқталады. Сөйтіп қазақ пен өзбек халқының шығып келу тегі бір халық екендігін анық аңғартады. Оның үстіне Абайдың 45 қара сөзіне мән беріп қарасаңдар, адамилық, ұлылық жөнінде шын мәніндегі камали инсан болып жетісуде сондай ұлы тұлғалардан нәр алғандығын аңғарта түседі. Яғни Әлішер Науаи менен Абайдың ойлары, пікірлері бір-бірімен үндесіп, сарындасып жатқандығын байқаймыз. Қазақ-өзбек халықтары, қазақ-өзбек әдебиетінің ұлы тұлғалары, классиктері бір-бірінен телеміп, тел сусындап, бірінен бір рухани нәр алғандығын байқатады. Достық асқар таудан да биік, теңізден де терең, алтыннан да қымбат. Сондықтан достыққа айрықша мән беру әрбір саналы, пайым парасаты мол азаматтардың бірден бір борышы, міндеті деп айтуға болады. Қазақ-өзбек халқының достығы, ынтымақ бірлігі, әдеби мәдени байланыстары жылдар өткен сайын кең өріс ала түсін. Соған қызмет қылу әрбір саналы азаматтың бірден бір борышы деп білемін. Абайдың көркем шығармалары мен өнегелі өмірімен, әлеуметтік қызметімен кеңінен таныстыру мақсатында елімізде жыл бойы түрлі әдеби, мәдени шаралар, атап айтсақ, оқушылар мен студент жастардың арасында Абай шығармаларының білімпазы тақырыбында мазмұндылар, конкурс байқаулар, танымал ақын жазушылар мен әдебиеттанушы ғалымдар мен кездесулер, әдеби кештер ұйымдастырылуда. Абай кең байтақ сахрада өмір сүре отыра, сол дәуірдің өзінде философиялық ой жүртті. Яғни қазақтың ұлы кемеңгер жазушысы, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы ұлы ойшыл ғұлама. Абай экспозициясының ашылуы екі ел ортасындағы байланыстың жаңа белеске шыққанын байқатады. Яғни тек қана экономикалық тұрғыдан емес, сонымен бір қатарда әдеби және мәдениет тұрғысынан да байланыстар артып бара жатқан байқауға болады. Тағы да бір айта кететін жайт, Абай тек қана қазақ халқының ғана емес, түбі бір туысқан түркі елдерінің де ортақ ұлы ойшыл ғұламасы екенін білдіреді. Абайды айтқанда Мұхтар Әуезовті де айта кеткен жөн. Себебі Мұхтарды Мұхтар еткен Абай дана, Абайды Абай еткен Мұхтар ғана демекші. Мұхтар Әуезов Абай жолы романын жазу барысында 20 жыл бойы тынымсыз еңбек етіп материал топтайды. Әсіресе оның жұбайы Әйгерімнің сөздеріне негізделеді. Мұхтар Әуезов Абай жолы романын жазуда мынадай тұжырымға келеді. Абай терең теңіз, алып мұхит. Абайды таныған сайын оның ішіне маржандарын алу үшін сүңги бересің. Ал мен оның тек қана бетінде ғана қалқыдым дейді. Бұл Мұхтар Әуезовтің бұл сөздерінен Абайдың қаншалықты ұлы екенін, қаншалықты сырлы адам екенін аңғаруға болады. Абайды әр дәуір, әр ұрпақ өзінше көзқараспен, өзінше сыр сипатпен түсінеді, ұғады. Оның сырын түсіну қазіргі жас ұрпақтың киелі міндеттерінің, киелі алдындағы қойған мәселелерінің бірі деп қараймыз. Абайды танып білуде, оның шығармаларымен, өмірлік жолымен танысу Абайды танудағы ең жақсы жолдардың бірі деп түсінеміз.
Абай экспозициясының ашылуы осы жерде жасайтын тұрғындардың Абайға деген танушылығы, Абайға деген көзқарасын қалыптастырады. Яғни Абайды білгісі келген адам бұл жерден қалаған өзіне керекті мәліметке ие болуға мүмкіндік жаратылған. Абай өз еңбектерінде адамдарды бірлікке, ынтымаққа, татулыққа шақырып отырған. Ол сонымен бір қатарда ол айтайды жастарға білім беру, яғни дидактикалық сарындағы өлеңдерде бұл жерде басым келеді. Яғни ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ дейді. Бұдан анық аңғаруға болады Абайдың қаншалық ұлы екенін. Тағы да айта кетеді ол, өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс, сөз жақсын, қазақтың келістірер қай баласы дейді. Бұл жерде оның пікірі мынадай. Өлеңді жазу әркімнің де қолынан келе бермейді. Өлеңді жазу, оны сондай алу, тек қана ұлы тұлғаларға ғана қас-қасиетті деп біледі. Осы жылғы 10 август күні Ташкент қаласында бой көтерген ұлы ақын ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсіммен мүшәйра, сондай-ақ ұлы қазақ ақынның таңдамалы шығармасымен өзбек және қазақ әдебиеті байланыстары атты әдеби талдау мақалалар жинағының тұсаукесері өтті. Ең бастысы, бұдан былай ақынның туылған күні жыл сайын ерекше атап өтілетіні белгілі болды. Ал Абай және өзбек әдебиеті атты тұрақты экспозициясының ашылуы да екі бауырлас әрі көрші елдердің арасындағы өзара достық қатынастардың, соның ішінде әдеби байланыстардың тұрақты түске еніп жатқан тағда бір рет дәлелдей түсті. Қазақ пен өзбек туысқан халықтардың арасында үлкен мәдени тарихи күн болып тұр. Абайға арналып тұрақты экспозиция Абай және өзбек әдебиеті деген орталық ашылып жатыр. Бұл өзі биылғы жылғы Қазақстандағы Өзбекстан жылы аясында өтіп жатқан көптеген іс-шаралардың бір көрінісі. Осы ел Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Миромонович Мирзиёевтің қабылдаған қаулысына сәйкес Абайдың өзінің өмірін, оның шығармаларын терең зерттеп білу тұрғысынан қолға алынып жатқан көптеген ізгі іс-шаралардың басқасында болып қуанышқа бөленіп жатырмыз. Ол біз үшін үлкен мақтаныш және ыстық, неге десеңіз, туысқан Өзбекстан халқы Абайды ұлықтап қана емес, оның өмірлік жазып кеткен үлкен ғибраттарын, терең ізгі ойларын, пәлсапасын жастарға жеткізіп, бүгінгі ғаламдану заманында Абайдың көрсеткен жолымен жүруді тәрбиелік мәні жағынан жастарға тереңірек үйретіп зерттету үшін мына орталықтың меніңше ойнайтын рөлі зор болады деп ойлаймын. Ал енді бұл орталық мынау білім мен өнердің ошағы Низами атындағы педагогика университетінің ішінде ашылуы меніңше үлкен жақсы игі іс, нышан, және де тек қана жай музей сияқты емес, бұл күнделікті өмірді қайнатып жататын мекен жайға айналады деп сенемін. Себебі тек қана кітаптар мен Абайдың еңбектері қойылмаған, бұл жерде сол Абайдың шығармаларына қатысты болатын көптеген кездесулер, дөңгелек столдар, басқа да іс-шараларды өткізуге өте қолайлы жағдай жасалған. Сондықтан Өзбекстан Республикасының үкіметіне алғысымыз шексіз. Бұл қастерлі, қасиетті жерге Қазақстаннан келетін көптеген қонақтар ат басын бұрып келіп кездесулер өткізіп белгілі ғалымдармен, ақын жазушылармен кездесіп кетеді деп ойлаймын. Сондықтан қайырлы құтты болсын, ұзағынан сүріндірсін. Абай салып берген сара жол мен өркениеттің биігіне көтерілу, ел үшін ерінбей еңбек ету, бүгінгі жаһандану заманында ұлттық болмысты сақтап қалу біздің баршамыз үшін қастерлі міндет. Albatta Abayni biz qanchalik ko'p o'rgansak, men o'ylaymanki, talabalarimizda, yoshlarimizda shunchalik ko'p va shu o'gitlardan, nasihatlardan o'zlarining hayot yo'llarida foydalanish imkoniyatlari yuqori bo'ladi.
Nizomiy Nomtoshli pedagogik universiteti aynan ushbu ekspeditsiyani ochilishiga sabab universitetimizda o'sha qozoq tili adabiyoti yo'nalishi mavjudligi va mana shu bizni universitetimizda bevosita nafaqat qozoq, umuman turkiy xalqlarga bo'lgan turkiy xalqlarning filologiyasiga bo'lgan qiziqishning yuqoriligi bizni talabalarimizda har bir tadbirlarimizda o'z aksini topib turadi. Respublikamiz prezidenti tomonidan chiqarilgan mana shu Abay adabiyoti va ijodini o'rganish haqidagi qarorlardan keyin mana shu ekspozitsiyaning ochilishi albatta ikkita buyuk o'tmishi uzoq yillarga borib taqaladigan ikkita do'st xalqning yanada bir jipslashishiga, o'zaro bir-birini hayot va ijodni o'rganishga bir dasturul amal, bir yaxshi bir yana bir qadam bo'ldi deb o'ylayman. Шара барысында сондай-ақ Республикалық қазақ ұлттық мәдени орталығының төрағасы Серік Үсенов, өзбек және қазақ әдеби байланыстарын терең зерттеген ғалым Қалдыбек Сидан тағы басқаларда сөз сөйлеп, бұл экспозицияның ашылуы халықтар достығының, соның ішінде әдеби байланыстардың нығаюына септігін тигізетінін айтты. Бұл музейдің ашылуы жастардың келешекте Абай атамызды үйренуі. Мемлекетте оқып жатқан, әсіресе осы педагогика институтында үйреніп жатқан перзенттеріміздің Абай тануы, Абай музейінің ашылуы үлкен жәрдемін береді. Бүгінгі шара Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы ежелден келе жатқан достық қарым-қатынастардың баянды екенін тілге тиек етуге болады. Әсемпаз болма әр неге, өнерпаз болсаң әр қалан, сен де бір кірпіш дүниеде, кетігін тапта бар қалан деген өлең жолдарында Абай атамыз жас ұрпаққа, үлкен кішіге, өмірде өз жолын таба біліп, яғни дәлдірек айтатын болсақ, бір маман иесі болуға меңзейді. Солай екен, қазір сіздерге Абай атамыз туралы тағы да бір сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Абай және өзбек әдебиеті атты тұрақты экспозиция бұл осы Өзбекстандағы әдебиет сүйер қауым үшін үлкен бір сый болды. Себебі ол осы тұрақты экспозицияның ашылуымен еліміздегі Абай Құнанбаевтың шығармашылығына деген қызығушылықты күрт арттырып отыр. Себебі осы жерге Абайдың шығармаларына, өміріне қызығушы әрбір әдебиет сүйер адам осы жерге келуі мүмкін. Осы экспозицияда Абайдың өміріне байланысты, шығармашылығына байланысты қызықты мәліметтермен танысуы мүмкін. Жалпы үстіміздегі жылы Абай Құнанбаевтың шығармашылығын кеңінен үйрену бойынша өте ауқымды шаралар, ауқымды жоспарлар жүзеге асырылуда. Бүгінгі экспозицияның ашылуы да соның бір жарқын іс жүзінде көрінісі болды. Сонымен Абай өлеңдері мен әндері орындалды, арнау өлеңдері оқылды. Жасымда қылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспеді, уысыма қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы? Қолымды доп сөрмесем үстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Экспозиция Низами атындағы педагогика университетінің студенттеріне қазақ және өзбек әдебиеттерінің осы бүгінгі күнге дейінгі болған мәселелері бойынша және бұдан кейінгі де дамуы және өркендеуі жолында қызмет етеді. Экспозицияда Абай өмірінен дерек беретін кітаптар және Абай шығармашылығына арналған авторлық кітаптар орын алды. Экспозициямызда осыдан кейін де осы Абай шығармашылығына арналған ақын жазушылардың кітаптарымен байытып барылуына барлық мүмкіндіктер жаратылды. Абай күллі түркі баласының мақтанышы. Абайды тереңнен зерттеуші академик жазушы Мұхтар Әуезов айтқандай, Абай терең теңіз, алып мұхит. Оның маржандарын теру үшін теңіздің түбіне дейін сүңги беруін керек дейді. Ал мен оның тек бетінде ғана қалқыдым дейді. Сонау Абай жолын жазып, Абай туралы шығармаларын зерттеген, Абай зерттеуші ғалым бетінде ғана қалқыдым дегенде менің жеке пікірім, әрбір қазақтың бойындағы парыз Абайды зерттеу, оның шығармаларын зер сала үйрену. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағын жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлемін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан.
надандар бақыра ала алмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ ойға олақ. Жыр жолдары шараға келген әдебиет сүйер қауымның көңілдегі ризашылық сезімін үйлесім тапты. Осымен бүгінгі дидар хабарымыз өз мәресіне жетіп отыр. Хабарымыз соңында әрбір шаңыраққа тыныштық, татулық тілейміз. Әрқашан аспанымыз ашық, еліміз аман, халқымыз тыныш, егеменді еліміздің мерейі үстем болсын. Сау тұрыңыздар, 5-тегі баладан 4-дегі қарияға дейін бақыт құшағында болыңыздар.